Сәлеметсіздер ме оқырмандар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қытырлап тұратын көк пиязбен жасалатын шелпектердің рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы қарапайым, міндетті түрде сақтап алып, немесе достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ең алдымен ұнды илеуіштен өткізіп аламыз, сонда қамырымыз тығыз болмайды біздің. Одан кейін оған жұмыртқа қосамыз. Кейін бөлме температурасында суға тұз салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде тұзы ерігенше суды араластыруымыз қажет. Енді суды аз-аздан қоса отыра орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Міне бізде осындай орташа жұмсақтықта қамыр дайын болады. Илеп болған қамырды жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Уақытымыз өткеннен кейін қамырды ыдыстан босатып екіге бөлеміз. Әр бөлік егер таразыға салатын болсақ 380 граммнан көрсетеді. Бөлінген қамырлардың әрқайсысын жұқалап жайып аламыз. Келесі бізге көк пияз керек болады. Оны жуып, құрғатып, ұсақтап тураймыз. Одан кейін жаңағы жайылған қамырдың біреуін алып, оған сары май немесе маргаринді ерітіп, осылай щеткамен не болмаса алақанымызбен барлық жеріне жағып шығамыз. Үстіне көк пиязды әр жеріне сеуіп, екінші жайылған қамырды бетіне жабамыз. Енді осылай пышақпен немесе арнайы кескішпен жіңішке етіп 14 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырдың екі шеткі бөлігін пайдаланбаймыз. Осылай видеодағыдай қысыңқырап орап, кесілген қамырдың тағы бір бөлігін осыған қосып ораймыз. Сонда бізде екі орамадан кетеді, барлығы 6 шелпек болады. Енді біреуін алып, басып, жіңішкелеп жаямыз. Соңғы этап бізде қуыру. Ол үшін біз табамызды алып, оған сұйық май құйып, табамызды қыздырамыз. Таба қызғаннан кейін орташа отқа қоямыз. Шелпегімізді қайтара 2 рет аударып, қуырып аламыз.
Сіздерге видео рецепт ұнады және пайдалы болды деп сенімдемін. Мен көрсеткен өлшемдер бойынша жасап шықсаңыз, ойдағыңыздай бір жасағаннан керемет болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Маған тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып қоюға ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Назарларыңызға көп рахмет, аман саулықта болайық.